Менің есімім Малика, және де мен биологиядан ОПТ-ға дайындайтын репетитормын. Егер де сен таңдау пәнің биология болса, онда тезірек менің каналыма жазылуды ұмытпа. Өйткені бұл жерде сен үшін өте көп пайдалы мәлімет болады. Бүгін мен биологияны таңдау пәні ретінде алған оқушыларға Қазақстан нарығындағы топ ең 5 атақты мамандық жайында айтып беремін. Мамандық жайында айтпастан бұрын, давай біз сенімен сөйлесеміз, оны қалай вообще таңдау керек, я? Опыты бар мұғалім ретінде айтатын болсам, Қазақстандағы 70% оқушыларға мамандықты ата-аналар таңдап береді. Неліктен бұлай болады? Өйткені оқушы заранее, скажем так, кішкентай кездерінен бастап кім болғысы келетінін білмейді. Немесе нақты бір мақсаты болмайды. Сол себептен ата-аналар менің балама жаман болмасын дейді тағыны, оған мамандық таңдап береді. Егер де осы жиза болса, астығы плюс қой кетсем болады. Осы таңдау жасаған кезде кейбір балаларға все окей, их все устраивает, и олар осы мамандық бойынша жүре береді. Бірақ кейбірлеріне ол ұнамайды. Сол себептен олар қиналады, ата-аналарын айта алмайды. Сондықтан да, егер де сен қиналғың келмесе осылай өмір бақи өзін түскін келетін мамандықты, немесе әртүрлі мамандықтарды жақсылап қарап зерттеп ал. Хорошо? Ендеше біз мамандықтар жайында айтуды бастайық. Мен бүкіл мамандықты тек қана биологияға қатыстырып айтамын, өйткені мен химия емеспін, географ емеспін, естественно мен биологпын. Хорошо? Кеттік. Номер бірінші мамандық ол дәрігер немесе врач. Мен ойымша биологияны таңдайтын 80% оқушылардың барлығы дәрігер немесе врач болғысы келген үшін осы пәнді таңдайды. Қосымша пән ретінде химияны таңдау керек болады. Дәрігер дегеніміз кім? Ол ауруды анықтайды, яғни диагностикалайды, одан кейін барып оны емдейді. Бірақ та полноценный дәрігер болу үшін сен өте көптеген бірнеше жылдар бойы оқу керексің, және де практикадан өту керексің. Ол бізде қандай? Жалпы медицина, немесе общий медицина мамандығында сен 6 жыл оқу керексің. Одан кейін барып интернатура, резидентура деген оқу керексің. В общем, 12 жыл оқу керексің. Дәрігерлердің әртүрлі түрлері бар. Мысалға, құлақты емдейтін дәрігер, көзді емдейтін дәрігер, асқазанды емдейтін дәрігер, там гинеколог, хирург, кардиохирург, нейрохирург деген тәрізді. Вот, когда сен 6 жыл общий медицина оқып бітесің, одан кейін барып өзінің қалаған сфераны дальше таңдап кету керексің. Бірақ шарт сен 6 жыл оқу керексің. Дәрігерліктің ішіне мен тағы да кіргізім келіп отқан мамандық, ең атақты мамандық былайша айтқанда ол стоматолог, яғни тіс дәрігері. Стоматолог болу үшін кемінде 140 баллдың 139 немесе 140-ын жинау керек, чтобы грантқа түсу үшін. Сондықтан да балалардың барлығы стоматологияны мақсатты түрде ақылы бөлімде оқу үшін таңдайды. Қанша жыл оқиды стоматолог? Стоматолог медвуздарда 5 жыл оқиды. 5 жыл оққаннан кейін уже кішігірім практиковаться етіп, одан кейін барып өзінің клиникасын ашуға болады. Номер 2 мамандық – биология пәнінің мұғалімі. Қазіргі кезде университеттерде, кез келген университеттерде биология пән мұғалімін оқыта бермейді. Яғни, мысалы, кез келген мамандық таңдап алып, мысалы, врачқа түсіп алып, потом сен биология пән мұғалім боламайсың. Чтобы биология пән мұғалім болу үшін, сен именно педвуздарға, яғни тек қана мұғалімдікті оқытатын профессияға түсу керек боласың. Тоже қосымша пән ретінде химияны таңдайсың. 4 жыл бакалавриат, 2 жыл магистратураны оқисың. Бірақ та мұғалім болу үшін қандай шарт керек, я? Сен биологияны өте қатты жақсы көру мүмкін, бірақ та сен еще оқушылардың сезімін оята алу керексің, чтобы олар тоже биологияны жақсы көріп кету үшін. Саған көп шыдамдылық, стрессовая устойчивость, және де постоянно ізденісте болу керек болады. Осы мамандықтың ішіне мен бастауыш пәні мұғалімін кіргізгім келіп тұр. Бастауыш пәні мұғалім болу үшін қосымша пән ретінде химия емес, а именно географияны таңдау керек болады. Бастауыш пәні мұғалімі өте жауапкершілікті іс, өйткені сен кішкентай баланың психологиясын білу керек боласың, кішкентай балаларды жақсы көру керек боласың, и сен жаңадан қалыптасып келе жатқан тұлғаның өміріне жауап бересің. Сол себептен бастауыш пәні мұғалімін таңдаған кезде жақсылап ойлану керек. Номер 3 мамандық – ғылыми биология немесе биология мен сабақтас ғылымдар. Бұл менің мамандығым. Мен өзім Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде осы мамандықты бітірдім. Бұл мамандықта биолог, яғни болашақ осы мамандықты бітіретін адам биологияның ғылым салаларын барлығын оқып шығады. Бакалаврда 4 жыл. Яғни анатомияны, ботаниканы, зоологияны, биофизиканы, микробиологияны, в общем, қандай биологияда ғылымдар бар, сен соның барлығын оқып шығасың. Яғни бүкіл биологиядан көп хабарың болады. Бұл мамандықты бітірген кісілер дальше магистратураға барғанда өзінің направлениясын таңдап кетеді. Мысалға, біреулер чисто жасушамен айналысқысы келеді, и цитолог болып кетеді. Біреулер чисто анатомиямен айналысқысы келеді, яғни анатомияның магистратурасын түсіп кетеді. Біреулер там зоолог болып кетуі мүмкін, біреулер ботаник болып кетуі мүмкін. Яғни бұл мамандықты бітірген кісілер
исследовательский жұмыстар, яғни ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысады. Әртүрлі лабораторияларда жұмыс істейді. Әртүрлі, скажем так, практикаларға барады. В общем, ғылым болып жұмыс істейтін мамандық. Номер 4 мамандық – биотехнолог. Давай біз сенімен сөзге назар аударамыз. Биотехнология, биотехнолог. Яғни тірі ағзалардың бойындағы процесстерді технологиялар арқылы жетілдіру деген мағынаны білдіреді. Ол қалай? Қазіргі 21 ғасырда бізде генетика, генный инженерия немесе ГМО деген салалар өте жақсы қатты дамып кеткен. И бұл саланы бітірген кісілер көбінесе микроорганизмдермен, саңғылықтармен, бактериялармен жұмыс жасап, солардың денесіндегі гендерді өзгертіп, яғни модификациясын жасап, немесе өсімдіктердің жаңа сорттарын жасап, жаңа ағзалардың түрлерін шығарып, даже вакцина жасаумен айналысып, яғни тірі организмдердің бойындағы процесстерді технологиялар арқылы жетілдірумен айналысады. Биотехнология бізде әртүрлі салаларға бөлінеді. Мысалға, тағамтану биотехнологиясы бар. Бұл мамандық таңдаған кісілер көбінесе заводтарда, скажем так, ашытқы саңырауқаттармен немесе ашытқы бактериялармен жұмыс жасап жатады. Немесе ген инженериясына арналған биотехнология бар. Бұл кезде адамдар только чисто генетикамен ғана айналысатын болады. Номер 5 біздің топтағы ең соңғы мамандық ол педагогика және де психология. Бұл біз білетін жаңағы психиатрический больницаларда жұмыс істейтін, немесе кинолардан көріп жүрген келіңіз, жатыңыз, өміріңізде не болды айтып беріңізші деген сияқты мамандық емес. Назар аудар, педагогика және психология. Бұл психологияны біле отыра тәрбиелейтін адам деген сөз. Яғни бұл мамандық таңдаған адам қай жақта жұмыс істей алады? Оқу орталықтарында, мекемелерде, университеттерде, балаларды немесе, скажем так, жасөспірімдердің психологиясын білу арқылы оларға қандай тәрбиелеу методикасы керек. Ол сонымен айналысатын адам. Осымен бүгінгі біздің мамандықтарға арналған видеомыз аяқталды. Саған пайдалы болды деген үміттемін. Егер де сұрақтарың болса, комментарийға обязательно жазылып кет. Және де осы видеоның астында мен өзім Инстаграмды және Телеграм каналымды көрсеттім. Оларға тоже жазылып ал. Біз саған алдағы уақытта әлі биология жайында ұбт-ны қалай тапсыру керек, биологияда қандай сабақтар кездеседі, сол жайында бәрін айтатын боламыз. Бізбен бірге бол. Пока!